Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді үлбіреп тұрған шайға керемет кураби печеньелерін пісіруді үйрететін боламын. Ол үшін бізге керегі бөлме температурасындағы сары май, қантты ұнтақ, жұмыртқаның ағы және де ұн керек болады. Ең бірінші бөлме температурасындағы жібіп тұрған сары майымыздың үстіне қантты ұнтақ, яғни сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерлейміз. Толықтай миксерленуі керек, сахарный пудра толық еруі керек маймен бірге. Мінекей толықтай миксерленіп болды. Енді үстіне жұмыртқаның ағын қосамыз, яғни 2 жұмыртқаның ағын үстіне қосып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Мінекей жақсылап барлығын араластырып болдық. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды бөліп осылай саламыз. Ешқандай комок қалмауы керек, толықтай миксерлейміз осылай. Мінекей барлық ингредиенттерімізді жақсылап миксерлеп араластырып алдық. Енді арнайы кондитерлік пакетімізге, яғни кондитерлік насадканы осылай кигіземіз. Пакетіміздің ішіне осылай араластырған қоспамызды саламыз. Мінекей енді табамызға орналастырамыз, яғни осылай қысып насадкамызды. Мінекей формасын келтіреміз. Формасын өзіңіздің фантазияңызға байланысты әртүрлі қылып жасасаңыз болады. Мінекей енді әсемдеуге көшеміз. Осылай ортасын арнайы құрал арқылы немесе саусағыңызбен шұқып, осындай құлпынайдың өзіңізде қандай варенье түрі бар, соның вареньесін құю арқылы әсемдейсіз. Мінекей өте әдемі болады. Немесе бетіне мак жағу арқылы ортасына осылай да әсемдеуге болады. Осылай печеньемізді қызып тұрған пеште 200 градуста 5-7 минутта пісіреміз. Печеньеміз тез әрі жылдам піседі, өте дәмді, жұп-жұмсақ, сондықтан үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.